Жарайды аға, келесі демалыста тағы келем ғой. Киімдеріңізді жуып, үтіктеп, шкафқа іліп кеттім. Сосын тамақты уақытылы ішіңіз жарай ма? Әйтпесе білем ғой, сіз жүре бересіз. Жарайды, кет. Жарайды, такси күтіп тұр. Бала, қаңғыра берме, сабақтан кейін үйге ертерек қайт. Ана анаңның да денсаулығын білесің. Ажалынан бұрын өлтірейін демесең, ойлан, жас емессің. Ой, қойш, пап. Неменеге бір сөз қайталай бересің күніге. Білеміз, қайтамыз. Одан да ақша берші маған. Кешегі ақша қайда? Сен өз күнде қанша ақша жаратасың? Мә, әр берген тиыныңа дейін есепті бермеш. Берсең бөтенге беріп жатсың ба? Міндет қылатын болсаң бермей-ақ қой. Жүре берем, жолдастарым арасында лоқ боп. Ары кетсе бейшара сорлы дейді да. Ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам. Қалай бауырым, жағдай жақсы ма? Жақсы, өзің қалай? Жақсы. Яғни таптың ба ақша? Иә, конечно. Батя бар кезде не проблема? Өзіңше? Таптық қайтер, братанды анау дедік, мынау дедік әйтер. Дұрыс. Кеше уақытта ма? Бірінші мыналарға жолығып қайтайық. Одан да кеттік. Түсінікті ол міндетті түрде хабарын берем. Жақсы. Алло, Мадина, қалайсың? Не істедің, шықтың ба? Ол түсінікті, онда мен жайлап шыға берем. Өзіңді сағындым. Көріскенше. Жарың жаным. Жаке, не істедіңдер? Бірінші товарды түсіріп алып, екіншісін қабылдап жатырмыз қазір. Бұл дұрыстап санап алыңдар, иә? Айтпақшы, Жаке, бүгін кездесулерін бәрін ертеңге қалдыр. Бүгін маңызды тірліктерім шығып қалды. Жарайды болса, кел. Сәттілік. Жүрегіме жаздым атыңды, бізді ағармандар шақырды, өзіңмен әр таңды атырды. Бізде бәрі жаным шынайы, сенің күлген көзің ұнайды, махаббаттан қамал құрайы. Баянды махаббатым, жүректе сақталатын, сен менің сүйгенімсің, басыма бақ болатын. Баянды махаббатым, жүректе сақталатын, сен менің сүйгенімсің, басыма бақ болатын. Баянды махаббатым, жүректе сақталатын, сен менің сүйгенімсің, басыма бақ болатын.
үйіне де келдік, Мадина. Иә. Қалай бүгінгі серуен ұнады ма саған? Иә. Күшті болды. Рахмет. Мүмкін ертең жолғарымыз, қалай қарайсың? Ертең шыға алмаймын. Фазлаға көп тапсырма берді маған. Соны орындау керек. Жарайды онда. Көріскенше. Жақсы. Пока. Қоңырау қабылдаушы абонент қол жеткізді. Тұтқан Бұл қайда жүр екен? Урод, бұдан былай тек универде емес, мына қалада менің ақ деген ақ, қара деген қара болады. Түсіндің бе? Енді осындай тірлік істейтін болсаң, мына басыңды кесіп тастайын бе? Мал. Тірі жүргің келсе, бұдан былай көтіңді қысып жүр. Түсіндің ба? Құра. Бұндайларды үстіп тәрбиелеп қоймасаң, басыңа шығып кетеді бұндайлар. Қой, кеттіге. Ассалаумағалейкум, Мәке. Мәке, досымның мотоциклі бұзылып қалған екен. Егер бос болсаңыз қарап жібересіз ба? Ақысын төлейді ғой. Ассалам. Брат, мына ден сау ма? Тұр қорқынышты, бандит емес па? Ой, қайдаған айтпашы. Ешқандай бандит емес. Тек кезінде осы ауылды ұстаған дейді. Армияда жүргенде Тәжік ауған соғысына қатысып, дәл қасында мина жарылып, қатты контузия алған деп естігім. Ал былайынша өте жақсы кісі. Қолынан келмейтіні жоқ. Осы ауылдағылардың барлығы бір нәрсе қажет болса, осыған келеді. Отбасы жоқ па? Жоқ, отбасын құрмаған. Бірақ Мәдина деген жалғыз қарындасы бар, қалада тұрады. Бойдақ па қарындасың? Оны қайтейін деп ең? Просто ағасын көріп, қарындасына ешкім жақындамай жүр деген бұл. Ол жағын білмедім. Бірақ бір білетінім, жалғыз қарындас үшін тауды қопарып тастайтын жақсы білем. Келдің ба, Фазыл? Қарлаш қалайсың?
Жөтелің басылайын деген ба? Шүкір Шамал, жақсымын. Шешесің ба? Иә, ішем, дайындай бер. Қазір. Дархан әлі келмеген ба? Жоқ, келмеді әлі. Азанда оған мен адам сияқты айттым ғой, кешке ертерек кел деп. Пазыл, қоя берші, ашуланбай-ақ қойшы. Кеп қалар. Сабағы бітпеген шығар әлі. Ей, өзіңді өзің алдап қашанғы жүресің? Ашуланба, ұрыспа деп. Әбден бетімен кетті бұл бала. Не істе дейсің енді? Алладан тілеп алған жалғыз тұяғымыз емін еркін өссін, ешкімнен кем болмасын деп сол баланы аяламағанда енді кімді аялаймыз да? Айтшы, кімді? Құдай бізге жалғыз перзент берген екен. Сол баланы енді біз ешкімнен тарықпасын, қатарынан қалмасын деп, ешкімге ештеңеден көңілі қалмасын, емін еркін өссін деймін. Жарайды. Мен де ол баланы жаман болсын деймін ба? Әйтеуір әр қадамын ойлап бассын деймін да. Жарайды. Шайыңды іш. Раван! Раван, үйдесің ба? Алло, ассаламалейкум аға. Қалдарыңыз қалай, амансыздар ма? Уағалейкум ассалам, Қуаныш. Жақсы. Өздерің қалайсыңдар? Шүкір, аманы сен. Алла деп жүрміз. Жеңгем қалай? Бәрі жақсы. Анау, Раван қайда? Телефонына жауап бермейді, сөндірулі дейді. Үйде ме өзі? Иә, аға, үйде. Қазір ғана ваннаға кіріп кеткен еді. Мейл үйде болса бопты. Сол жағдайларын біліп қойайын дегенім ғой. Болды аға, уайымдамаңыз. Раван университетіне барып келіп жатыр. Жалпы жағдайы жаман емес. Ол өз сенің қолыңда болса, оның жағдайы қалай жаман болады? Әйтеуір бір ұшпаққа шығарады деп саған тапсырдық қой. Болды аға, еш уайымдамаңыз. Жарайды онда, бауырым, аман болыңдар. Ана бала қайт, хабарласып тұрсын. Болды аға, міндетті түрде айтамын. Жақсы. Мына бала адам таза өтірікші қылатын болды. Ей, бала, қайда жүрсің? Таңертең не айттым мен саған? Балдармен бір шаруа шықпам. Не болды? Не болды? Түн жарымына дейін бітпейтін қандай шаруа? Пап, шаршап тұр. Кейін сөйлесейікші. Не ана көзің? Құтырған иттің көзіне ұқсап, қызарып тұр. Сен осы есірт пайдаланып жүрген жоқсың ба? Қандай есірткі? Қайдаған айтпаш? Айттым ғой, шаршап тұрмын. Қалайсың, мам? Маған ештеңе айтпақ қойшы. Шаршап тұрмын, демалам. Тым болмаса шай шеш, Дархантай.
Отыр мына жерге. Не алды? Сен бала түн жарымнан кейін қайда жүрсің? Жұмыстар шығып қалды. Айналайын, түнде қандай жұмыс сенде бітпейтін? Әлде құлақтан тебе бастағасың ба? Жоқ, аға, мен шынын айтып жатырмын. Ерте келетін бір жұмыстар шығып қалды. Рауан, сен менің ашуыма тиме. Құлағым күн шығысқа қарап жүретін пацан бала емеспін саған. Не болды, аға? Кеме жатып, адам шатырын кетіріп, адам шашып келген кезде. Шатырында айналдырып жүрем. Сен әкешен бұлай қаңғырып жүрсін деп жібермеді маған. Оқысын, адам болсын деп жіберді. Сен маған аманат қып берді ма? Сен бұлай тайрандатып қойып жүрмеймін. Ұқтың ба? Ұқтың ба дейін? Болды. Тағы да осындайын көрген қайталағанды ондырмаймын. Құры бар, жуында жат бар. Аға, мені өткен аптадағы дайындап қойдың құжаттарыңыздың барлығын дайындап қойдың? Рахмет, Майдина. Демалыс ауылға қалай жақсы барып қайттыңдар ма? Ауыл, ел аман ба екен? Бәрі жақсы, рахмет. Дұрыс болған екен. Айтқанша, бүгінгі болатын жиналыстағы мәселелердің тізімін алып келші маған. Жарайды, қазір дайындап қоям. Не болды? Қатайып. Кірі жемеш. Қош. Мынау ма? Сос. Что там? Ровно малая? Конечно, ровно. Давай. Давай, съездил. Давай. Ну, я определюсь. Не болды? Қарсы, что-то подозрительно. Байқау керек. Нормально бар. Если что, көреміз. Что там, кеттік па? Кеттік.